Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге қазақша викторина арнасы. Сіздер экстремалды сұрақтардың қайсын таңдар едіңіздер? Сол бойынша бүгінгі видеода 25 сұрақ дайындап келдім. Ал видеоны көрместен бұрын ең алдымен бірінші арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп, және де пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ. Ешқашан бейне ойындар ойнамайсыз, немесе фильмдерді мүлдем көрмейсіз. 10 секундтың ішінде қайсын таңдайсыз? Келесі сұрақ. Роботтар басқаратын әлемде өмір сүресіз, немесе мүлдем технология жоқ болады? Қайсы сізге ұнайды? Үшінші сұрақ. Ешқашан Кока-кола, газировкалар ішпейсіз, немесе тек су ішесіз? Төртінші сұрақ. Өміріңізде лас тоңазытқыш немесе лас бөлме болып жатады? Қайсысы? Бесінші сұрақ. Бір жыл бойы ықылықтап жүресіз, немесе бір ай бойы сөзсіз түшкіресіз? Алтыншы сұрақ. Ешқашан ұйықтауға тура келмейді, немесе ешқашан ауырмайсыз? Жетінші сұрақ. Жастықсыз өмір бойы ұйықтайсыз, немесе көрпесіз ұйықтайсыз? Сізге қайсы жақсы? Тоғызыншы сұрақ. Икемді смартфон немесе голографиялық смартфонды таңдар едіңіз? Оныншы сұрақ. Бұл жеке аралға ие боласыз, немесе бұл су астындағы қонақ үйге ие боласыз? Сізге қайсы ұнайды? Пікірге жаза кетіңіз. 11-ші сұрақ. Бір аптада ащы тағамдарды жейсіз, немесе бір аптада қышқыл тағамдарды жейсіз? Сізге қайсы ұнайды? 12-ші сұрақ. Марсқа бару өмір сүресіз, немесе күнге барасыз? Бұл жерде әр адам Марсты таңдайды деп ойлаймын. 13-ші сұрақ. Бір сағатқа дымқылшылық киіп жүресіз, немесе бір апта бойы жалаң аяқ жүресіз? Қайсы сізге ұнайды? 13-ші сұрақ. Солтүстік теңізде жүзесіз, немесе Антарктидада өмір сүресіз? 14-ші сұрақ. Көзіңіздің бұлыңғыр болып көрінгенін қалайсыз ба, немесе көзіңіз қара мен ақты ғана ажырата алады? Қайсысы? 15-ші сұрақ. Түрмеде 50 сағат өмір сүресіз бе, немесе үңгірде 50 сағат жүретін бе едіңіз? Қайсы сізге ұнайды? 16-ші сұрақ. Үйіңіз теңіздің көрінісі бола ма, немесе тау көрінісінде өмір сүретін бе едіңіз? 16-ші сұрақ. Аю қуанды қалайсыз ба, немесе жыланды құшақтау? Бұл жерде батыл адам қайсын таңдар екен? 17-ші сұрақ. Әрқашан күліп жүресіз, немесе ешқашан күлмейтін едіңіз? 18-ші сұрақ. Аспаннан бұршақ жаусын, немесе найзағайға ұшырайсыз? Ашулы горилладан қашасыз, немесе бақытты акуладан қашасыз, бірақ екеуі де жеп қояды? Келесі сұрақ. Банан терісінен құлап түсу, немесе ит істегенін қалайтын бе едіңіз? Бірақ иттің істегенін әр адам біледі. Келесі сұрақ. Қолыңыз тиген әрбір тағамды бүлдіру, немесе сіз қосылған әрбір әңгімені бұзасыз?
Ең жақсы досыңыздың құпияларын ашып бересіз, немесе бұрынғы жігіттің құпияларын ашып бересіз. Келесі сұрақ. Шөпке арналған тәпішкелерді киесіз, немесе шөпті джинсиді киесіз. Балмұздақтан бас тарту немесе тауық етінен бас тартасыз. Бірақ бұл өмір бақи. Ал достар, осылайша видео өз мәресіне жетті. Сіздер қандай сұраққа жауап бердіңіздер, соны міндетті түрде пікірге қалдырып, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп қойыңыздар. Міндетті түрде комментарийларды оқитын боламын. Ал сіздермен бірге болған қазақша викторина арнасы келесі кездескенше аман сау болыңыздар.